Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін мен Windows жүйесіндегі кетірілмейтін файлдарды кетіруді және оған арналған программаны қалай установить ету керегін үйретемін. Ең алдымен біз сайтқа оған керекті программа Rec Organizer. Мен оны описанияға тастап кетемін. Осыған кіріп скачать дегенді басамыз. Менде ол скачать етіліп қойған. Скачать дегенді басып, содан кейін өздеріңіз установить етіп аласыздар. Содан соң установить еткеннен кіріп Rec Organizer деген осы программаға кіреміз. Кіргеннен кейін бір мысалға удалить етілмейтін файлды удалить еткіңіз келеді. Удалить ету үшін удаление программаға басамыз. Осы жерден поискке жазып, керек программаңызды поискке жазып, сол программаны удалить етесіздер. Мысалға PaintNet дейтін программаны удалить етіп көрейік. Удалить программу. Анализ программы уже PaintNet дейтін программа бүкіл Windows жүйесінен алынып тастайды. Бүкіл оның ішіндегі программалар алынып қалады. Кішкене күтесіздер, бұл жерде установщик Windows күткеннен кейін қазір міне удалить етіліп жатыр. Бұл жерде көрсетілген міне стандартное удаление, поиск следов, удаление следов, готово деген орындайсыздар. Найти дегенді басып, бұл Windows жүйесіндегі барлығын удалить етіп тастайды. Міне удалить процесс жүреді, болды. PaintNet программасы Windows жүйесінен алынып қалды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.